Ассалаумағалейкум. Бүгін 30 қаңтар сейсенбі, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Алматыда өтіп жатқан дүниежүзілік универсиада ойындарында бүгін Қазақстан қоржынына алғашқы қос алтын түсті. Оның біріншісін биатлоншы қыз Алина Райкова жеңіп алса, екінші алтын медальді шаңғы мен фристайлда жерлестеріміз Жанбота Алдабергенова мен Бағлан Іңкәрбек өзара бөлісті. Ал қазір қысқаша аңдатпа, бүгін көретіндеріңіз. Қазақстанды жаңғыртудың үшінші кезеңі жаһандық бәсекеге қабілеттілік. Елбасының биылғы жолдауының ерекшелігі қандай? Дамудың даңғыл жолы көрсетілген құжатта қай салаға басымдық берілген? Теңге бағамы күннен күнге нығайып келеді. Ұлттық валютаның күшеюінің себебі неде? Сарапшылар не дейді? 2050 жылы бюджеттің 50%-ын шағын және орта бизнестен түскен пайда толтыруы тиіс. Болжам қалай жасалды? Экономистер пікірі. Қазақстанды жаңғыртудың үшінші кезеңі жаһандық бәсекеге қабілеттілік. Оның негізгі мағынасы мынада. Елдің үнемі жаңарып отырған жаһандық ортада дамудың жаңа моделіне өтуі. Бүгін елбасының халыққа жолдауы баспасөз беттері мен интернет басылымдарда жарияланды. Ширек ғасырда нарықтық экономика қағидаларына негізделген іргелі мемлекет құрып, Қазақстан 2030 стратегиясының орындалуымен айбынды астананы салу арқылы мемлекет дамудың даңғыл жолына түсті. Ендігі меже үшінші жаңғырту, жай ғана модернизация емес, жолдауда технологиялық, сандық, индустриалдық өркендеудің өзекті тұстары қамтылған. Елбасы сан сала бойынша жақын болашақта мемлекеттің жүрер жолын айқындап берді. Негізгі меже міндеттер жайлы тілші репортажында. Елбасы жолдауы барлық бұқаралық ақпарат құралдарының бірінші бетінде. Жұрт республикалық газеттер мен интернет басылымдардан тауып оқып талқылауда. Себебі саяси жоспарда ел дамуының келесі кезеңі көрініс тапқан. Демек, әркімге қатысты. Жолдау Қазақстан 2050 стратегиясы мен 5 реформаның бағыттарын қамтиды. Мұнда белгіленген міндеттер Нұрсұлтан Назарбаевтың жаһандық қатерлерге берген жауабы іспетті. Онда 5 негізгі бағытқа басымдық берілген. Экономиканың жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуы, бизнес ортаны түбегейлі жақсарту, макроэкономикалық тұрақтылық, адами капитал сапасын жақсарту және институционалдық өзгерістерге, қауіпсіздікке және сыбайлас жемқорлықпен күреске қатысты. Кешенді міндеттердің көшін сандық технологиялар бастап тұруы бекер емес. Жаңа индустрияны заманауи жаңашылдықтарсыз елестету қиын. Өкіметке цифрлық Қазақстан жеке бағдарламасын әзірлеуді және қабылдауды тапсырамын. Экспо 2017 нысандарының бірінің базасында IT стартаптар халықаралық технопаркін құруды жүктеймін. Ол әлемнің барлық елінен кәсіпкерлер мен инвесторлар тартудың платформасы болуға тиіс. Қазақстанның үшінші жаңғыруы уақыт талабы. Заманауи технологияларды ел өмірінің басым салаларына енгізу арқылы экономикалық дамудың жаңа моделін жасау негізгі мақсат. Поручается правительству разработать стратегический план развития до 2025 года по третьей модернизации страны под названием «Национальная технологическая инициатива Казахстана» как ответ на вызовы современности. Правительству придется очень серьезно поработать в связи с этим. Задачи конкретные и большие, и новые. Для этого есть кадры, есть структура, есть министерство, ведомства, которые должны на себя принять и каждый на свое место обеспечить поставленные задачи. Все это сделает устойчивым экономический рост в долгосрочной перспективе. Ғылыми инновациялық әлеуетті арттыру өз алдына. Алдағы кезеңде дәстүрлі базалық салаларды дамытуға да серпін берілмек. Өнеркәсіп, агроөнеркәсіптік кешен, көлік пен логистика, құрылыс секторы сияқты салаларды жандандыру ілгері басып, экспорттық өндірісті дамытуды көздейтін индустрияландыру жалғасын таппақ. Өкімет жанынан экспорт саясаты жөніндегі кеңес құруды тапсырамын. Оған бизнес қоғамдастығының өкілдері кіруге тиіс. Биылғы 1 қыркүйекке дейін өкімет әкімдермен және бизнес өкілдермен бірлесіп бірыңғай экспорт стратегиясын әзірлеу керек. Тұтастай алғанда Қазақстанның өз инвестициялық стратегиясы болуы тиіс. Өкімет оны биылғы 1 қыркүйекке дейін әзірлеу керек.
Жаңа технологиялардың енгізілуіне орай дәстүрлі салаларда еңбек ресурстары босап қалатыны белгілі. Сондықтан елдің еңбек нарығында жаңғырту жоспарлануда. Қысқартылатын жұмысшыларды қайта даярлау, әрі қарай жұмыспен қамту назардан тыс қалмайды. Үкімет жұмыс беру орталықтарын реформалайтын болады. Сөйтіп, бос жұмыс орындарының бірыңғай онлайн платформасы пайда болады. Адами капиталды жақсарту үшін денсаулық сақтау, білім беру мен әлеуметтік қамтамасыз ету салаларының тасы өрге домалайды. Алдағы уақытта бірқатар салалар бойынша жұмысты оңтайландыру үшін біраз өзгеріс болайын деп тұр. Өкіметке Самұрық Қазына холдингін сапалы түрде трансформациялаусын жүзеге асыруды тапсырамын. Бәйтерек және Қазагро холдингтерінде қайта құру қажет. Олар мемлекеттік даму бағдарламаларын іске асыру жөніндегі операторлар болуға тиіс. Соған орай олардың функцияларын оңтайландыру керек. Жеке сектор жүзеге асырылатын нәрселердің барлығы бизнеске берілуі қажет. Ал елдің қауіпсіздігін қамту үшін үкімет пен ұлттық қауіпсіздік комитетіне Қазақстан кибер қалқаны жүйесін қалыптастыру шараларын қабылдау тапсырылды. Сыбайлас жемқорлықпен де күрес күшейе түседі. Осылайша елбасы жаһан жағдайында дамудың жаңа саясатын ұсынып отыр. Мұхтар Ыбырайым, Әлібек Әлиев, қорытынды жаңалықтар. Алдағы уақытта инфляция деңгейін кезең-кезеңмен кемітіп 3-4%-ға дейін төмендетуге қол жеткізу керек. Бұл елбасы жолдауының 3-ші басымдығында айтылған. Оған жету үшін ұлттық банкке қосымша құқық беру жолы қарастырылмақ. Енді бас банкке тек инфляцияны азайту емес, үкіметпен бірге экономиканы өсіру жауаптылығы жүктелмек. Сараптамалық орталықтан тікелей қосылып тұрған әріптесім Әбдез Рахманұлы ол қалай жүзеге асатынын саралап көреді. Сөз өзіңізде. Кеш жарық Ғани. 2050 жылға қарай Қазақстандағы ішкі жалпы өнімнің кем дегенде 50% шағын және орта бизнестің үлесінде болу керек. Бүгінгі әрекет осындай өршіл мақсатқа жету үшін жасалып жатқан баспалдақтар. Оны орындау үшін жылда түрлі талаптар қойылып, атқару жолдары қарастырылып келеді. Экономика үшін қаржы саласының тұрақтылығы аса маңызды. Шағын және орта бизнесті әдетте банктен несие алып бастап, ары қарай сұранысқа қарай дамытады. Сол себепті банктердің несиені аз пайызбен ұзақ мерзімге бергенін қалайды. Банк секторында қалыпты жұмыс осыған алып келудің жолы. Кәсіпкерлер жолдауда өздері күткен мәселе көтеріліп, шешілу жолдары көрсетілгендей. Несие пайыздың төмендегені өндіріске серпін беретіні анық. Сіз жаңағы өндіріс саласына қоссаңыз, оны айландырып, қайтадан оны үстеме бағасын алып, неге банкке қайтару мүмкіндігіңіз өте аз болады да. Сондықтан бұл сала көбін жаңағы сауда саласы, қызмет көрсету саласында өзін ақтады. Өндіріс саласында бұл мүлдем өзін ақтамағаннан кейін бұл сала кенжелеп қалған болған. Енді мына ұзақ уақытқа төмен пайыздан несие берілетін болса, бұл саланың даму кепілділігі өте жоғары. Сол несие беретін банктердің ахуалын жедел бақылау үшін ұлттық банкке көбірек құқық беру қарастырылады. Елбасы банк секторының қалпына келтіруді тапсырғанда, оның жолдары мен мүмкіндіктерін екшеп, жалпы салаға кесірі тимейтін тұстарын белгілеп беріп отыр. Тәжірибемізде бар. Былтыр бірнеше банктың лицензиясы уақытша тоқтатылды. Бірақ мамандар соттың үкімі шыққанша банктен көп қаржының басқа жаққа аударылып кететінін де айтады. Ал оның кесірі шағын және орта бизнес саласына тиетіні бар. Қаржы институттардың өтімділік қажеттілігі жоғалса, өз капиталының жеткіліксіздігі пайда бола бастаған кезде ұлттық банктың қолында тетік болу керек. Оны тезірек жолға қоятын. Осы жағынан жаңағы жолдауда көрсетілген бағыт ұлттық банкке жаңадан бір қозғайтын күш беру деген сөз, бұл қолдайтын мәселе. Бұрын ұлттық банк негізінен инфляцияның деңгейіне көбірек жауап беретін. Енді бұл мәселеге кешенді қарайтын болады. Еліміздің бас банкі үкіметпен бірге экономиканың өсуіне де жауапты болмақ. Демек, шағын және орта бизнестің өркендеуі үшін министрліктер мен ұлттық банк мейлінше мүдделі бола түседі. Ғани, тиісті ведомстволардың мүддесі бір жерде тоғысқан кезде қандай арбаны болмасын жеңіл сүйрейтіні анық қой. Олай болса, орта бизнестің тасы өрге домалайды деген сөз. Дұрыс айтасыз, барлығын жік-жікке бөліп, ұғынықты тілмен түсіндіріп бергеніңізге рахмет. Ал хабарымызды жалғастырайық. Сонымен жолдаудағы тапсырмаларды айқындадық. Ұлттық банктың экономиканы дамыту үшін немен айналысатыны туралы айттық.
Енді қай міндеттерді қай ведомство орындайды? Оның мерзімі қашанға дейін болмақ? Бұл жөнінде әріптесім Жұрағат Баман сөз алады. Мемлекет басшысының жолдауынан кейін бүгінгі министрлер кабинетінің отырысы қысқа әрі нұсқа өтті. Ол түсінікті, себебі бағыт бағдар айқын. Жолдаумен жіті танысқан премьер-министр Бақытжан Сағынтаев әр салаға қатысты нақты тапсырмаларды бүгін ведомство басшыларына жүктеді. Сонымен салаларға қысқаша тоқталсақ, жеке үй шаруашылықтары мен шағын фермерлерді кооперативтерге тарту, тиісінше ауыл шаруашылығы министрлігіне, ал цифрлы Қазақстан жеке бағдарламасын әзірлеу ақпарат және коммуникациялар министрлігіне жүктелді. Ұлттық компаниялардың активтерін бақылау, Астана халықаралық қаржы орталығына, жұмыспен қамту орталықтарын реформалау ісі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне, жер қойнауын барлау, тау-кен шикізат саласын жаңа бағытта жаңғырту, энергетика министрлігіне тапсырылды. Ал ұлттық экономика министрлігіне жолдаудың іске асырылуын қамтамасыз ететін жалпы ұлттық жоспарын әзірлеу жүктелді. Елбасы біздің алдымызға Қазақстанды үшінші жаңғыртудың жаһандық деңгейдегі мақсат міндетін айқындап беріп отыр. Оның ішінде үкіметке Қазақстанның ұлттық технологиялық бастамасы деп аталатын 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарын дайындауды тапсырды. Тимур Мұратұлы, сіз елбасының Қазақстан халқына жолдауын іске асырудың жалпы ұлттық жоспарын дайындап, үкіметке тез арада елбасы жарлығының жобасын енгізіңіз. Сондай-ақ президенттің әрбір тапсырмасының нақты мерзімдерін, оған жауапты лауазымды тұлғаларды белгілеп, жолдаудың дер кезінде орындалуын қатаң бақылауға алу қажет. Жолдау аясында үкіметтің атқарар істері тізімінде бірыңғай экспорт стратегиясын әзірлеу мәселесі бар. Бұл істе жергілікті әкімдіктер және Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы қолға алады. Нұрлы жер тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыруды ұлттық экономика министрлігі жалғастыра береді. Жалпы жолдаудың іске асырылу барысы алдағы 3 ақпанда мемлекет басшысының қатысуымен өтетін үкіметтің кеңейтілген отырысында қосымша талқыланатын болады. Жұрағат Баман, Серік Қоңырбаев, қорытынды жаңалықтар. Экономиканың дамуы мен әлеуметтік жағдайдың жақсаруы өзара тығыз байланысты екеніне күннен күнге көз жеткізіп келеміз. Бұған қоса қазір әрқайсымызға жағдайымызды жақсартуға мүмкіндік туып отыр. Жаппай кәсіпкерлікпен шұғылдану, мысалы, берілетін несие көлемі ұлғайтылып, пайыздық үстеме төмендетілмек. Жаңаға айтып кеткенімізде басымдық беріліп отырған тағы бір бағыт кәсіпкерлікті дамыту. Тіпті ол үшін әр ведомство, институт пен әкімдіктерге міндет жүктелді. Мәселен, Қазақстанның әр өңірі жаппай кәсіпкерлікті, соның ішінде отбасылық бизнесті жетілдіру бағытында кешенді шаралар ұсынуға тиіс. Осы орайда Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасына да үлкен жауапкершілік артылады. Ондағы мамандар үкіметпен бірлесіп бизнестің шығынын жаппай азайту жөнінде шаралар қабылдау қажет. Бұл әсіресе энергетика, көлік және логистика, сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылық салаларындағы қызмет көрсету құнына қатысты. Шағын өзің кішкене асханасын ашайын десе, магазин ашайын, сауда орталығын ашайын десе, осының бәрі толған қағаз. Жерден ала алмайсың, өте алмайсың, соның бәрін бір терезеден жаққа жалындырмай, Маңғыстауда солай жасадық. Жаңағы кәсіпкерлерге беретін кәсіпкерлер үйінде әкім бәрін отырғызып қойды, рұқсат беріп, сөреге келіп біздің эксперттерге тапсырады кәсіпкер, ешқандай іс жағы әркімнің табалдырығында жүрмейді. Осындай сервиске көшуіміз керек. Сондай-ақ жерлердегі кәсіпкерлер мен іскерлер және түрлі салалардың мамандары елбасының жолдауынан өздері үшін маңызды қандай тұсты бөліп жарып айталады екен. Назар аударып көрсек. Оқушылардың қабілетін арттыратын, білімге деген талпынысын оятатын құрал деп білуіміз керек. Ал енді сол құралды пайдаланып, соны шығармашылық еңбекке шақыратын, ол ұстаздар болу керек. Ал ұстаздың деңгейі бүгін өте жоғары талапқа жауап беру керек. В своем послании президент Елімізде медициналық сақтандыру жүйесі қолға алынуда, тиісінше жекеменшік емханалар саны өседі. Бұл ең алдымен медициналық қызмет сапасын жақсартады деп ойлаймын. Экономические реформы. Логистика, медицина, білім, экономиканың барлық салалары реформаланады. 25 жылда мықты құрылымдық команда жасақталды. Атап айтсақ, Қазақстан халқы ассамблеясымен көп партиялық жүйе қалыптасты. Елбасы бұл командаға үлкен сеніммен қарайды. Аймақтар демекші, өңірлерде негізінен агроөнеркәсіп кешенін дамытуға ден қойылған. Елбасы осы саладағы ауқымды міндеттерді айқындап берді.
Және нақты тапсырмаларда жүктеді. Атап айтсақ, 2021 жылға қарай азық-түлік экспортын 40%-ға көбейту мақсаты тұр. Оның ішінде астық өнімдері бойынша Еуразияда жетекші рөлге ие болу көзделуде. Тақырыпты әріптесім Мағауия Қалиев өрбітеді. Отандық ұн өндірушілердің биылғы жетістігі ауыз толтырып айтарлықтай. Жылдық өсім 7%-ді құрады. Ал экспорт 38%-ға артқан. Астықты аймақтың бірі Ақмола облысы бидай мен ұнды 20-дан астам мемлекетке сатады. Соңғы жылда өңірде әсіресе ұн өндірісі қарқынды дами түскен. Соның бір дәлелі өткен күзде ғана Атбасарда жоғары қуатты жаңа диірменнің ашылуы. Работает на предприятии 30 человек. Кәсіпорында 30 адам жұмыс істейді. Қазір біз Тәжікстанға жіберілетін 3 вагонды тиеп жатырмыз. Ол жаққа шамамен 3000 тонна жөнелттік. Оның сыртында Ауғанстан, Қырғызстан және Қазақстан бойынша өткіземіз. Алайда қанша өсім бар дегенімізбен ұн экспортының географиясы жылдан жылға қысқарып бара жатқандығы байқалады. Негізгі тұтынушымыз қазір Ауғанстан. Орта Азия елдердің көбі астықтай сатып алғанды дұрыс көреді. Өздерінің ұн өндірушілерін қорғау үшін олар сырттан келетін өнімге акциз салығын енгізген. Міне осындай кездерде мемлекет біздің мүддемізді қорғау қажет дейді қостанайлық шаруалар. Президент прекрасно понимает. Президент өнімді сақтау, тасымалдау, өткізудің тиімді жүйесін қалыптастыру керек деді. Біздің ойымызша ортақ мәселелерді шешіп отыратын бірегей астық холдингін құру қажет. Қанша бидай тартып, қанша ұн шығару қажеттігін, оны қандай елдерге өткізу керектігін, сондай-ақ вагондармен қамтамасыз ету, темір жол тарифін реттеп отыратын бір орталық қажет деп ойлаймын. Еңбек Сайран Бұқанов аграрлық саланы дамытудың бір жолы егістік алқаптарын әр тараптандыру деп біледі. Бір ғана бидайға ег артпай сұранысқа ие басқа да дақылдарды өсіруге ден қою қажет. Және ол жұмыстардың ғылыми негізде жүргізілгені маңызды. Елбасының аграрлық ғылыми зерттеулерге салынатын инвестицияны арттыруды міндеттеуінің мәні сонда дейді тәжірибелі маман. Ғылым саласы. Мына өндірістен, мына ауыл шаруашылықтан алысырақтыр. Оны жақындату керек. Диверсификация деген немен? Қазір міне біздің структурада бидай 49%. Бұрын 90 болған. Қалғандар майлы дақылдар пайдалығын алғанда. Мына бидайдан 2 есе. Жолдауда алға қойылған міндеттер ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің ойынан шығып отыр. Ендігі мақсат оны жүзеге асыру. Мағауия Қалиев, Сәуле Құсайынова, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар Қостанай мен Ақмола облыстарынан. Тақырып жалғастырсақ, Қазақстанда алғаш рет астық электронды саудаға түседі. Ғаламтордағы бірінші сатылым бүгін таңертең өтті. Енді шаруаларға өз кәсіптерінің нәсібін көру үшін желіге қосылған компьютер және электронды цифрлы қолтаңба қажет. Айта кетейін, өткен ораққа науқанда электронды астық қолхаты енгізілген еді. Осының негізінде енді онлайн аукцион жүргізу мүмкін болып отыр. Әріптесім Достық Талғатұлының арнайы репортажына назар аударайық. Қазақстанда 200 мың жеке шаруа қожалығы бар. Олар тек орақ науқаны кезінде ғана емес, жалпы жыл сайын астығын нарықтағы нақты бағаға сата алмай әлектенетін. Себебі бидайдың орташа құнын білмей келді. Салдарынан алып сатарлар аузына келген бағаны айтып шаруаның адал еңбегінен пайда көріп жүрді. Бұрын мысалы жаңағы элеваторға астығын өткізгеннен кейін сосын сататын уақытында элеваторды аңдып жүреді. Күнде барып жаңа сату алатын адамдар келді ме, келмеді ме, телефонмен звондап деген сияқты. Қазір үйде отырады да, осынша менің астығым бар, бағасы осындай деп интернетке жібере салады. Мамандар жаңа жүйе көптеген кедергіні алып тастайды деп отыр, яғни астық сатудың машақаты азаяды. Если сейчас у нас будут Егер қазір сауда алаңында сатылым көп болса, тиімділікте соғұрлым артады. Астық қолхатын дәл қазір осы жерде сатып жіберуге болады. Оның ақшасын да кез келген уақытта ала аласыз. Маңдай теріменегі өсірген астығын нарықтағы нақты бағаға саудалау арқылы диқандар мол пайда табады. Қазақстандық шаруалардың бүгінде одан бетер жоғары баға ұсынуға мүмкіндігі бар. Ол үшін әлі де болса тыңайтқыш таңдауға баса мән берген жөн дейді мамандар. Қандай жақсы тұқым болса да, қандай жаңағы тыңайтқыш салса да, ол анау арамшөп болса, ол тағы да 50%-ға дейін жаңа астықтың сапасы да төмендеп қалуы мүмкін, өнімі де төмендеп қалуы мүмкін. Саланы жетілдіру мұнымен шектелмейді. Жақын арада еліміздегі астық қабылдау мекемелерінің рейтингін анықтау көзделіп отыр. Бұл жерде басты шарт ретінде астық қолхаттарын сақтандыру талап етіледі. Если
зерновая расписка будет Егер астық қолхаты сақтандырылып, шаруа бидай қабылдау орнынан тиісті құжаты бойынша өнімді қайтара алмай қалған жағдайда, ол сақтандыру компаниясына барып, ақшасын өндіріп алады. Сақтандыру мәжбүрлі болмайды, сондықтан елдегі 2-7 астық қабылдау мекемелерінің бәрі бірдей жаңа жүйе шеңберінде жұмыс істейтін болады деп айту қиын. Дегенмен, саладағы өзгерістерді пайдалана білген шаруалардың ұтылмасы анық. Достық Талғатұлы, Мейрамбек Ақмаханов, Айтжан Отсыбаев, Аманжол Байғазы, қорытынды жаңалықтар. Тағы бір айта кетері, төл ақшамыз нығайды. Соңғы саудада $1 323 теңге 64 тиын болды. Қызық, ұлттық банк валюта нарығына ешқандай ықпал жасамаған. Еліміздің басты қаржы ұйымы 4 айдан бері интервенция жасауда доғарғанын білеміз. Төл ақшамыздың құнына әлемдік нарықта ақш валютасының арзандауы әсер етіп отыр. Сонымен қатар мұнай бағасы да ықпал етуде. Сарапшылар қара алтын құны $70 жетеді деп топшылауда. Бұлай болған жағдайда теңге одан әрі нығаю мүмкін. Бірақ әзірге Brent маркалы мұнай барреліне $55 саудалануда. Елімізде өтіп жатқан дүбірлі сайыс тақырыбына қайтып оралайық. Биатлоншы қыз Алина Райкова бүгін бүкіл әлемдік универсиада ойындарының чемпионы атанды. Қазақстандық спортшы 15 шақырымдық жекелей сынды топ жарды. Сөйтіп ел қоржынына күміс пен қола медальді түсірді. Алатау етегіндегі шаңғы биатлон кешенінде жүрген спорт шолушымыз Қанат Базылхан хабарлайды. 28-ші қысқы универсиада ойындарының екінші жарыс күні Қазақстан қоржынына алғашқы алтынды биатлоншы Алина Райкова салды. Алматылық спортшы 15 шақырымдық жекелесінде 59 минут 48 секунд уақытпен универсиада ойындарының екі дүркін чемпион атанды. Қазақтың спорт және туризм академиясының студенті 2 жыл бұрын Словакиядағы универсиаданың да жеңімпаз атанған болатын. Алинадан 2 минутқа қалып қойған семейлік Галина Вишневская ойындардың күміс жүлдесіне қол созды. Қола украиналық биатлоншыға бұйырды. Қазақстандық Дарья Усанова мен Елизавета Бельченко тиісінше 4-ші, 5-ші орындарға табан тіреді. Жарыстан кейін жеңімпаз бен жүлдегер өз ойларымен бөлісіп, тау деңгейіндегі жарыстың қиын болғанын тілге тиек етті. Өте жауапты жарыс, себебі өз жерімізде өтіп жатыр. Иыққа 2 есе жауапкершілік жүктелді. Жанкүйерлерді жерге қаратпау керек болды. Сол үшін де бұл медальдің жөні бөлек. Маған үміт артқан барлық жақындарыма алғысым шексіз. Олар менің жеңіске жететініме сенімді болды. На повороте упала. Аздап өкініш бар. Ауа райының қолайсыздығынан бұрышта құлап қалдым. Содан уақытты көп жоғалттым. Ату алаңда нысана көрініп тұрды. Бірақ жүгірудегі қолайсыздық біраз кедергілер келтірді. Биатлоншы қыздардың жеңісті жолын шаңғышы Анна Шевченко да жалғастырды. Қазақстандық спортшы Алматы универсиадасында 2-ші қола медалін ұтып алды. Кеше 5 шақырымдық жекелесінде үздік үштіктен көрінген керекулі қыз бүгін сол жетістігін ізгесу жарысында қайталады. Жалпы кешелі бері шаңғышы қыздар сайысында Ресей мен Қазақстан жүлделерді өзара бөлісіп жатыр. 5 шақырымдық ізгесу бәсекесінде ресейлік Анна Нечаевская қысқы универсиада чемпион атанса, оның отандасы Лилия Васильева күміс медальді еншіледі. Орыс қыздары кешеде тұғыр биігінен көрініп, Васильева топ жарғаны белгілі. Алатау кешеніндегі жарыстан кейін қазақстандық шаңғышы біздің арнаға сұхбат беріп, қоланы аздап қомсынып тұрғанын жеткізді. Тағы да 2-ші орынға сәл жетпей қалдым. Алда әлі жарыстар бар. Енді бұдан да жоғары нәтижелерге ұмтыламын дейді Анна Шевченко. Погода очень сложная, опять же, горы не предсказуемы. Бүгін қар жауып, ауа райы құбылып тұр. Жарыс жолында бұл бізге аса қатты әсер еткен жоқ. Себебі менің салмағым жеңіл. Сондықтан шаңғымен жүгіру аса қиындық тудырмады. Енді қола медальға да қуану керек. Нәтижеме ризамын. Ерлер арасындағы 10 шақырымдық ізгесу жарысында да ресейлік шаңғышылар алтын мен күмісті өзара бөлісті. Орыс спортшы Дмитрий Ростовцев кешегі күмісіне бүгін алтын медаль қосса, оның отандасы жекелесінде топ жарған Валерий Гонтар 2-ші орынды иеленді. Қола армениялық шаңғышыға бұйырды. Қазақстандық Виталий Пухкало 4-ші орыннан көрініп, жүлдеге сәл жетпей тоқтады. Биатлоншы жігіттер де медальдан тыс қалды. Ертең бүкіл әлемдік қысқы универсиаданың 3-ші жарыс күні 6 медальдар жиынтығы сарапқа салынады. Атап айтқанда тау шаңғысы мен конькиден және шаңғы мен тұғырдан секіруден жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталады. Қанат Базылхан, Батырбек Адылбек, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан. Расында да универсиаданың 2-ші күні қазақстандық спортшыларымыз үшін өте табысты болды. 2-ші алтын фристайл аралас командалық акробатикасынан түсті. Ол туралы бізбен Алматыдағы универсиада студиясынан тікелей қосылғалы тұрған әріптесім Аршын Кемелжан айтып береді. Аршын? Аршын? Сіз тікелей эфирдесіз.
Кеш жарқайны бүгін универсиаданың екінші күні қазақстандық спортшылар үшін табысты болды. Таңертеңнен бастап қар борап тұрғанына қарамастан тау бөктерінде өтіп жатқан жарыстарда қыздарымыз жарады. Енді ретімен айтар болсақ, биатлоншы қыздардың жеңісін фристайл жалғады. Қазақстан қоржынына универсиаданың екінші алтыны табаған шаңғы кешенінде өткен фристайл аралас командалық акробатикасынан түсті. Өзге қарсыластарына қарағанда үздік нәтиже көрсеткен Жанбота Алдабергенова мен Бағлан Іңкәрбек бірінші орын иеленді. Қазақстан командасына атынан сынға түскен Жанбота мен Бағлан 167-те 5 ұпай алды. Екінші және үшінші орынды қытайлық командалар иеленді. Айта кету керек, бүгін таңертеңнен Алматы мен таулы аймақтарында қалың қар жауып тұр. Бірақ мұндай ауа райы спортшыларға және жанкүйерлердің көңіл күйіне кедергі болған жоқ. Керісінше, шаңғы мен акробатикалық шеберлік көрсеткен спортшыларымыз бірнеше айналып жерге түскен жұмсақ болды деп әзілдейді. Өте көп болды, өйткені өзіміздің жерімізде, өзіміздің елімізде болғаннан кейін, бірақ оған қарамастан Қазақстан туын биікке көтерді. Көріп тұрғаныңыздай жақсы, Аллаға шүкір. Аллаға мың шүкір, рахметімді айтамын. Ал 1500 метрлік қашықтықта жарысқа шыққан Екатерина Аидова 28-ші қысқы универсиаданың қола жүлдегері атанды. Екатерина қысқы қашықтықтарда әсіресе 500 метрлікте өзін еркін сезінеді. 1,5 шақырымда да шеберлігін шыңдады. Дегенмен тәжірибенің аздығы жалпы нәтижеге әсер еткен анық. Бас жүлде Ресей спортшысы Александра Качуркинаға бұйырды. Екатеринамен бірге жүгірген жапон қызы Нана Такахаши екінші орын иеленді. Бүгін сноубордшылар сайысы өз мәресіне жетті. Жерлестеріміз іріктеу кезеңінен мүдірмей өткенімен жеңісті орындардан көрін алмады. Статистика бойынша ерлер арасындағы сайысқа 13 мемлекеттен 30 спортшы қатысты. Оның 4-еуі біздің атлеттер. Ал қыздар арасындағы жарыста 16 елден келген 32 атлет бақ сынады. Оның 2-еуі біздің елдің бұрымдылары. Жүлделі орындар Польша, Ресей және Украинаға бұйырды. Бүгінгі жарыс күнін қорытындылай келсек, біздің спортшылардың қанжығасына байланған алқалардың саны 8-ге жетті. Командалық кесте бойынша екінші орынға көтерілдік. Нақтырақ айтқанда, Қазақстан қоржынында 2 алтын, 2 күміс және 4 қола медаль бар. Ал үздік үштікті Қытай Халық Республикасы 2 алтын, 1 күміс және 2 қола алқамен қорытындылады. Универсиада басталғалы бері көшбасын Ресей құрамасы бермей келеді. Олардың қоржынында 8 алтын, 7 күміс және 2 қола жүлде бар. Ғайни, Алатаудың бөктеріндегі әзірге бар ақпарат осы. Эфир тізгіні өзіңде. Рахмет, біздің студиямен Алматыдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Аршын Кемелхан болатын. Осы сағаттарда ал қазір назарларыңызға универсиадан екінші күні болған жарыстардан ең әдемі көріністерді ұсынамыз. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағында хабармен бірге болайық ағайын.